это было нечто. Дублинның порты. Маякқа жақындап қалдық. Жан жағымыздың бәрі су. Жаңбыр жауып кетті. This is Ireland. Very good. My friends from Georgia. Georgia's on my mind. Kazakhstan. Welcome, my friends. Kazakhstan. What? Kazakhstan. Yay! Wow. That's pretty hot, man. That's good. Did you fly with Royal Air from Kazakhstan? I'm a sore dairy ear after flying to Kazakhstan. So that's pretty. We have the great parts of the world here tonight. Okay, we have amazing people. Got four. And it's no day ever. No, they never, no more. No, they never, no more. And I play the light over. No, never, no more. Here we go. I home, crying tacos and mussels, alive, home. All right. Bring back, bring back.
бүгін неге барамыз? Брейдағы саунаға. Брей деген Дублиннан где-то 20 минуттық жердегі кішігірім қалашық. Бірақ Дублинға қазір тиіп жатыр. Сол жерде жағаға қарап тұратын сауна бар екен. Бірінші рет соған барып көреміз. Брейда бүгін ауа райы тамаша болып тұр. Күн шығып, теңіз өте тыныш, жел жоқ. Қазір көрсетеміз. Немнөрі зданияның үстінде екен сауна. Астында негізі кофейня, ресторандары бар. Содан кейін ана жаққа суға қазақтар қалай саунаға жиналып барады. Екі сумканы. Толқындар бар. Міне екен, сауна деп жазылып тұр. Мынау не клетка? Балаңды қамап іздеп суға қарап кетесің ба? Әмәші неше градус болды? 105 градус. 105 градус, а бізде далада негізі 10-14 градус қазір болады. Вид енді керемет. Жоқ, мынандай саунада, конечно, отырған кайф. 105 градус деген өте ыстық екен. Дегенім, бір кісі жаңа саунадан шығып, малтап келе жатыр. Міне суға барып, малтап келе жатыр. Су негізі суық. Мынау Ирландское море. Рахат секілді бірақ. Мынау сайлент сауна дейді. Бұнда тыныш отыру керек екен. Қазір көрейік. Ойбай. Анаған ұқсайды екен, не? Мына жерде тротуар, адамдар өтіп барады. Адамдар мына жерде негізі прогулкаға келеді. Брейдің бойында. 100-ге тақау. Осылай отты жақ қойып отырады екенсің суға қарап. Керемет, е? Демаласың. Осылай отыратын жерлер бар екен. Демалып. Ана жерде демалушылық жер бар екен. That I end up the ice queen. Yeah. It's great for like the Yeah. because I have fibromyalgia Oh. for the pain in the body. So the cold water is best for pain. Okay. So It takes the it really inflammation helps, down. right? Yes. I can imagine. Really helps. You know, the hot here is just a little bit, you know, nice. Yeah. But I prefer the cold. I prefer to be sitting in the cold than the hot. So you have to join me. Here we go. Yeah. Well, let's go. Let's go. Let's do it. Let's do this. So by the way, I'm not. I can speak. I guess it's a little bit. It's okay. Just get it. Bırakın.
Короче, это было нечто. Мен бірінші рет, мен негізі Ирландияда тек қана жазда бір-екі рет қана суға түстім. Ол Ирландияның ең бір ыстық кезі болған 23-25 градус бұнда максимально суға көтеріледі. Сол кезде ғана мен түскен суға. Бірақ бүгін енді сентябрьдің соңы, жалпы күн суық, суда суық. Бірақ судан шықсаң негізі суық емес екен, мүлдем суықты сезбейсің, өйткені судың ішінде қатты суық болғаннан кейін сен шыққанда андай жылы болып тұрасың екенсің. Привет.